Абай Құнанбаев ақыл жүректің суаты. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Өзің мал таба алмасаң, балаң мал тапсын. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрек ісі, асықтық та жүрек ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Құдайшылық жүректе. Жаманмен салысып жақсы болмайсың. Көпке қорлық жүрмейді. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмас нәрседен ұялады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не маңдай терден сұрау керек. Шала мейір, шала байқайды. Тура жолдағыны шатастырушы, 100 кісі қисық жолдағыны түзеткен бір кісіден садаға кетсін. Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Көрсе қызарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Кісіге білеріне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстықтың өзі адамды бұзады. Атасының баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да азға разы болады, ез аз сұрар, артылып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарыз үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Адам баласын заман өсіреді. Мен егер заң қуатын бар кісі болсам, адам мінезін түзеуге болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам өлген адаммен тең. Қапашылықтың бәрі соның басында. Үміт үзу қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баянды емес, жамандық та өтеді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Биік мансап, биік жартас, ерінбей еңбектеп жыланда шығады, екпіндеп ұшып қыранда шығады. Тоқ тіленші адам сайтан. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезектесіп өлінер, баяғыдай көрінер. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Басың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Мал, мақтан, құрмет өзі іздеп тапса, адамды бұзбайды, һәм берік болады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді білуге болмайды. Нысап пен ұят әділеттен шығады. Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым. Өзімшілдік адамды бұзатын пиғыл. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады.
Қазаққа ақыл берем түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Ақыл жан қуаты. Пайда менен залалды ақыл айырады. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Қайратсыз қорқақ кісі мақтаншақ келеді. Жинақылықтың түбі кеніш. Уайым қайғының ішіне кіріп алып, шығар есігін таба алмай қамалып қалу антұрғандық. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Қулық саумақ көз сүзіп, тіленіп адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбек қылсаң, қара жерде құр тастамайды. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды да. Көкіректе сәуле болмаса, көңіліңе сенім болмайды. Өмірдің алды үміт, арты өкініш. Ақылмен ойлап білген сөз бойға жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Ой кірсе ерік кетеді. Ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін. Ағайынға іс түскен ол бір үлкен қарғыс қой. Аларың сонда ең күштеп, бишара мен байғұс қой. Қолдан келмес іске ұмтыл, азат басың болсын құл. Қайғысыздың бәрі асау. Адамды сүй, Алланың хикметін сүй. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Мақтан қума, керек қу. Әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек. Заманға жаман күйлемек, заманға оны илемек. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іші оңбайды. Пайда, мақтан, әуес қой, шайтан ісі. Распенен таласпа. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Қартаң тартқан адамнан от азаймақ. От азайса, әр істің бәрі тайғақ. Ақсақалды ауыл азбас. Сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал. Өмір сүрген кісіге дәулет қызық балабал. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Екі көңіл арасы жылшылық жер. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Әннің де естісі бар, есері бар. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Қарекет қыл, пайдасы көпке тисін. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оңғаққа ерме. Арттағыға сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең. Өлең сөздің патшасы. Адасқанның алды жөн, арты соқпақ. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ. Жастықта бір күлгенің бір қаралық. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің тосып. Кей құрбы бүгін тату, ертең қату, тілеуі жақындығы бәрі сату. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Татулықтан артық жолдас жоқ. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Қарны тоқ қасанадан ұқпас сөзді, сөзді ұғар көкірегі болса көзді. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз.
Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос.